Мен қайдамын? Қияқта мен болмай. Сен менің жел көпе жермей. Ей, сен өтірік айтпа. Мені танисың ғой. 4-ші Хокаге. Ауылдың 5-ші Хокагесі мен. Сені танымай тұрам. Сенің ішінде... Ей, ақымақ, сөйлеме маған олай. Сенің ішінде 9 құйрық бар екенін білген. Ей, өтірік айта беріп. Егер тұншықтырмасаң, сені қинайтын боламыз. Ей, ақымақ, мен саған көрсетем. Ақымақ дейсің. Сөзімді бөле бермес, атаң сіге. Атаң сіге. Сені біз негізде. Табаққа ба? Жоқ, сені біз дәл осы жерден тауып алғанбыз. Тағы да жақтың келіп тұр ма? Ей, ақымақ, маған етіп сөйлеме. Сен егер көзімді бөле берсең, сөзім бөлініп кетті. Сөйлей бермеші. Ей, ақымақ, маған 4-ші Хокагейдің күшін де берген. Мен сені қазір өлтіріп тастаймын. Сен менің балам болғансың. Иә, дұрыс естідің. Сен менің балам болған. Ей, қомашы, Минато менің әкем. Сенбесең қара. Бұл менің қызым. Оның жасы 18-де. Ол бір күні мен оған ашуланып кет деген еден. Ол болса орманға барып бір адамдарға қосылып кетті. Содан кейін оны таппай қалдым. Ол бала күтушіде болды. Мен оны көп соғыстарға апаратынмын. Ал ол жоқ, мен бармаймын деп оны күштеп апаратын. Содан кейін ол көп күшейе бастады. Мен оның көп күшейгеніне қарамадым. Сенің әкең мен анаң, олар мынау. Мен саған өзім деп қалжыңдаған едім. Сен оны білмейсің. Сен келесі жолында білетін боласың. Кейін оны бәріне айтасың. Бұның аты Шинама. Ол ауылдың ең жақсы баласы. Және де ауылды 9 құйрықтан қорғап қалған. Бізден кейін оны Какашидан кейін әрине Минато қорғаған. Ол 9 құйрықты қайта шабылдады. Біз оны тоқтатуға Минатоны жіберіп, ол өзін құрбанға жіберген еді. Біз оны түсінген жоқ. Біз оны аман сау қайтып келеді деп ойлағанбыз. Бірақ чакраларға қосылып, ол Минатоны өлтіруге барды. Неге екенін білмеймін. Оны бәр адамдар тоқтатуға, тіпті 5 күлімдеген чакраларда. Неге ондай чакралар бірге қолданды, папам? Өйткені оның басқа малы болмады. Ол отбасын қорғау үшін тіпті саған да сені өлтіруге баратын. Бірақ ол өлтіре алмады. Ол негізі ең аяушыл емес кісі еді. Саске? Иә, ол Саске. Саске болатын кезде ол кішкентай еді. Оның достары көп еді. Ей, кімсің сен? Ақымақ. Оның аты кім екенін қайдан білеміз? Айтпасақ, қайдан білемін? Әйтеуір түсінген жоқпын. Иә, біз бәрін. Не? Сонда? Сендер бәрін қырдыңдар ма? Ей, мен Нарутомын. Сендер мені танымайсыңдар ме? Сонда қалай болғаны? Иә, сенің алдыңда маған как Саске деген. Ол тым бұзық бала болмады. Маған әйтеуір бір тілі сөйледі. Мен түсіну үшін оған. Қалай сонда? Ол Саске менің досым еді ғой, жақын. Жақын досың емес. Бала күніңде ол сенің сенің жауың болады. Кейін ол Мадараға қосылды. Мадараны тірілтуге тастарға ат жазды. 1000 чакралардың атын. 1000 чакралардың чакрасını 4-ші Хокагенің күшінде жазды.
Әл біз оны білмедік, өйткені ол копия еді. Мына су ол әйнек. Әйнек болғаны үшін оған сен батпай тұрсың. Әл сен оған күшіңді қолданбақ ой. Бекер чакраңды құртасың. Әл бәр қолқа келер. Міне мынау 5-ші, 4-ші бәр. Біз аларда таппадық. Егер қызымды тапқанда ол бәрін тоқтататын еді. Бірақ ол өйтпеді. Бәрін құртты. Бәрін құртқан сонша біздің ауылдың тасын. Қумаңызшы, мен Саске екеміз сонымен төбелескенбіз. Ол онда неге тірі? Оны өлтіре алмағансыңдар. Сендер, мен сендердің болашақтарыңды білем. Сендер өскенде достасасын шығарсыңдар. Бұл не? Ол менің чакрамның 9 құйрығы. Бұл Міне мен, мынау сен. Бұл сенің 9 құйрығың болады. Мәңгілікке. Ол 9 құйрық саған бұйырады. Оны Қума, ол ақымақ, жаман ғой, өліп қалды ғой. Ол өлген жоқ. Әкең оны семен төбелессін емес, достасын деп саған жіберген. Міне көрдің бе, бәр чакралардың чакрасы бар. Тіпті сенің 9 құйрығың өзі. Не болып жатыр? Әлемде басталды. Бәр 9 құйрықтарға қосылып, сенде бар. Мен бұған сенім тапсырғаныңызды, сонда мен барлық ауылмен мойындайтын бола ма? Саске Екеуінде де мен бармын. Тіпті Саскенің басқа кезінде мен болғам. Бірақ олай болмады. Сенен бұрын Саске де келді. Ол бір нәрсені сұрады. Мынаны ма? Достық десеңші. Видеода соңына жетті. Осы видеоны соңына каналға тіркеліп, осы видеоға 15.000 лайк жинаңыздар. Және де қоңыраушаны басыңыздар.